Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғылыми зерттеу әдістері, академиялық хат пәні. Жоспар бойынша ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат пәнін оқытудың мақсаты мен міндеті, ғылыми зерттеу әдістері және академиялық хат әдіснамасы, академиялық хаттың ерекшелігі бойынша қарастыратын боламыз. Ғылым адамдардың арнайы іс-әрекеті нәтижесінде табиғат және қоғамның ойлаудың объективті заңдарының үздіксіз дамып отыру жүйесіндегі білімі болып табылады. Сондықтан ғылым негізі болып саналады. Білім шындықты бейнелеу формасы және тәсілі болғандықтан, онда заттың қасиеті, белгілері және өз ара байланыстарын қаперге алған дұрыс. Осы себепті білімнің ғылымды ашудағы жұмыс істеу тәсілі материалдық не рухани іс-әрекет болып табылады. Яғни, ғылымның диалектикалық дамуы, фактілерді жинақтау, оларды оқып үйрену, жүйелеу, қорытындылау және олардың жеке заңдарын ашу, белгісіз фактілерді түсіндіретін жаңалыққа жетелейтін ғылыми білімнің логикалық жүйесін анықтаудан тұрады. Сол себепті де ғылымның мақсаты сырттай көрініп тұрғанын ішкі нақты қозғалысын, яғни зерттеліп жатқан мәнін ашу болып табылады. Ғылымның логикалық құрылымы төмендегідей болып келеді. Ғылымның іргетасы және жалпы қағиданың жағдайы. Заңдары негізгі ұғымдарынан және қағидасынан, мұраттарынан тұрады. Ұғымдар, заңдар, принциптер, мұраттар, ережелер ғылыми білім категориялары болып саналады. Осылардың негізінде ғылыми қағидасы түзіледі. Жоғары оқу орындарында оқытылатын әрбір пәннің ғылыми бағытына қарай өзіндік зерттеу әдісі мен тілдік ерекшеліктері бар. Дегенмен, ғылыми бағытта жазылатын жұмыстың барлығының бір ғана мақсаты бар. Олар зерттеу жұмысымен және оның нәтижесімен басқа адамдарды таныстыру. Сол себепті академиялық мәтін түсінікті тілде, жүйелі құрылымда жазылуы қажет. Академиялық мәтін ғылыми мәтіннің негізгі талаптарын сақтай отырып, оқырманға түсінікті тілде жазылады. Академиялық мәтін белгілі тақырыпты түсіндіруге бағытталған күрделі құрылымда жазылады. Академиялық бағытта жазылған жұмыс ғылыми мәлімет беруге бағытталады. Сол себепті академиялық бағытта жазылған жұмысты жазу барысында түсінікті, мағыналы болуы үшін ғылыми құрылымды сақтаған жөн. Әдетте, академиялық бағытта жазылған мәтіннің негізгі ерекшеліктері болады. Яғни, жеке-жеке тоқталатын болсақ, күрделілігі, формальдылығы, нақтылығы, объективтілігі, яғни кез келгенде мәтінде шектеудің болуы және жауапкершілік. Енді жеке-жеке тоқталып өтсек, күрделі, яғни жазба тілі ауызекі тілге қарағанда біршама күрделі. Жазба тілінде күрделі сөйлемдер, сөз тіркестері, лексикалық мағынасы терең сөздер қолданылады. Академиялық жазылым барысында әртүрлі қысқарған сөздер мен диалект, жаргон, тағы басқа ауызекі сөйлеу барысында кездесетін сөздерді қолдануға болмайды. Нақтылық, яғни академиялық жазылымда ақпаратты қолдану барысында нақты мәлімет беруге тырысыңыз. Объективтілік, академиялық бағытта жазылатын жұмыс субъективті пікір ұстанбауы тиіс. Яғни, бір жақты немесе қандайда бір ұстанымды насихаттауға бағытталмауы тиіс. Жұмыстың мақсаты тек ғылыми негіздерге ғана сүйену арқылы тұжырым жасауға болады. Шектеулілік, академиялық мәтін тақырыпқа байланысты мәселені ғана қамтуы тиіс.
тақырыптан ауытқу немесе зерттеу сұрағынан тыс ақпараттарды беру, жазу оқырман қызығушылығын және жұмыс сапасын төмендетуі мүмкін. Сондықтан да жоғары оқу орындарында жазба жұмысы ретінде тапсырма берілгендіктен тақырып пен қамтылатын зерттеу нысанына қарай оқытушы тарапынан көлемі белгіленіп беріледі. Берілген көлем білім алушы үшін тақырып жөніндегі оның толық мәлімет беріп, нақты ақпаратпен қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. Жауапкершілік. Автор қашанда өз жұмысы үшін жауапты. Яғни мәтіндегі түрлі қателіктер мен келтірілген тұжырымдар үшін білім алушы өзінің ғана жауап бере алады. Сондықтан да кез келген жұмысты жазу барысында плагиат жұмыс жасамау керек. Сонымен бірге біреудің пікірін немесе сөзіне сілтеме жасамай қолданғаны үшін жауапкершілікке тартылатынын есінде ұстауы абзал. Сонымен академиялық жазылымның ерекшелігі объективті түрде жазылуы, жүйелі құрылыммен жазылуы, ғылыми стильде қолданылуы, сонымен қатар сілтемелерді жиі қолдану ерекшеліктерімен ерекшеленеді. Академиялық жазылым барысындағы сөйлемнің құрылымы да ерекше болады. Бұл бағытта жазылым ғылыми стильге тән ерекшеліктерді басшылық қалады. Ал әдеби жанрда және публицистикалық бағытта қарапайым хатта кез келген формадағы сөйлем түрін қолдануға болады. Академиялық бағыттағы сөйлемдер толық грамматикалық құрылымда беріліп, нақты ақпарат беруді көздейді. Сондықтан академиялық құрылыммен жазылатын сөйлемдердің негізгі мақсаттары берілетін ақпаратты түсінікті дәл етіп, ғылыми стильге тән ерекшеліктерде жазу болып табылады. Академиялық жазылым арнайы мамандықтарға байланысты білім алушылардың оқу міндеті мен таңдап алған пәндері бойынша белгілі бір тақырып төңірегінде түсініктер мен пікір таластар, баяндалған әдебиеттерді оқып, оған талдау жасау, оларды қолдану арқылы жазбаша түрде өз пікірін білдіру. Бұл жазба жұмысы білім алушылардың өз бетінше зерттеу жұмысын жүргізуге, жобалық жұмыстар жазуға машықтандырады. Тілдік қарым-қатынас өз ара байланыс жасау мақсатында құрылатыны белгілі. Осы орайда қарым-қатынасқа түсуші өз мақсаты мен міндетіне қарай байланыс құралын стилін таңдайды. Тіл білімінде стильдің 5 түрі бар. Яғни ауызекі, публицистикалық, әдеби, ғылыми, ресми іс-қағаздар. Осы стильдердің ішінде академиялық жазылымға тән стиль, яғни ғылыми стиль болып табылады. Түрлі салаларға байланысты жазылған ғылыми еңбектердің барлығы ғылыми тілмен жазылады. Негізінен ғылыми стильге қойылатын басты талаптың бірі логикалық жүйелі түрде жазылуы тиіс. Бұл ғылыми стильдің ерекшелігі. Сонымен қатар ғылыми стильдердің өзіне тән түрлері де болады. Яғни ол ғылыми стиль түрі, ғылыми оқулық стиль, яғни көпшілікке тән ғылыми стиль болып табылады. Академиялық бағытта жазба жұмысының тілі көпшілікке, мәселен белгілі бір ғылым саласы жөнінде білмейтін қарапайым оқырманға түсініксіз болуы мүмкін. Академиялық жазылым ғылыми көпшілік стилінде жазылады. Ал таза ғылыми стиль немесе ғылыми оқулық стилі нақты бір ғылым саласына бағытталып, тек